Сәлем достар, 4 сынып қазақ тілі пәні 71 сабақ атау септік тақырыбын талдайтын боламыз. 31 жаттығу мәтінді оқы. Қар көшкіні дегеніміз қардың тау беткейінен төмен қарай жылдам жылжуы. Қазақстанның таулы аудандарының көпшілігінде қар көшкіні болып тұрады. Ол негізінен қардың түсуі мен күннің жылуына байланысты. Қар көшкіні болатын ең қауіпті кезең қараша мен сәуір айлары. Ал биік тауда қазан-мамыр айлары. Тауда болған кез келген адам қыс ішіндегі тауда болатын қауіптерді, олардан сақтану шараларын білуге міндетті. Ал енді шешім табуға бағытталған сұрақтарды тауып жаз. Бірінші, қар көшкіні деген не? Қыс мезгілінде тауға шықсаң нені білуің керек? Қар көшкіні болатын ең қауіпті кезең қай кез? Қар көшкіні болған жағдайда не істеу керек? Сен альпинист болсаң, тауға өзіңмен бірге қандай құралдар алар едің? Осы сұрақтардың ішінде шешімін табуға болатын, яғни шешім табуға бағытталған сұрақтарды теріп жазамыз. Ол сұрақтар бізде: қар көшкіні болған жағдайда не істеу керек? Сен альпинист болсаң, тауға өзіңмен бірге қандай құралдар алар едің? Осы екі сұрақты көшіріп жазамыз. Ал енді мәтіндегі алғашқы сөйлемді көшіріп жазып, бастауыш пен баяндауыштың астынсыз бастауыштың қай септікте тұрғанын айт дейді. Бірінші сөйлем: қар көшкіні дегеніміз қардың тау беткейінен төмен қарай жылдам жылжуы. Мұндағы бастауыш не қар көшкіні, не істеуі жылжуы, бұл баяндауыш болып тұр екен. Ал енді қар көшкіні не сұрағына жауап беріп, атау септігінде тұр. Ережеге қараймыз. Атау септігі кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап береді. Атау септігіндегі сөздер сөйлемде негізінен бастауыш болады. Ережені жаттап аламыз. 32 жаттығу: өлеңді көшіріп жаз. Сең. Өзен дүр сілкінді, көкше мұз жыртылды. Демде арна кеңейді, қозғалды сең енді. Сансыз мұз аралы қағысып барады, қайыру бермеген тағыдай сең деген. Өлеңнің авторы Қастек Баянбай. Ал енді атау септігіндегі зат есімдерді тауып, олар сөйлемде қандай мүше болып тұрғанын айт. Өлеңдегі зат есімдер өзен, мұз, арна, сең, мұз, сең сөздері екен. Ал енді атау септігіндегі зат есімдерді таптық, олардың қандай мүше болып тұрғанын айтайық. Атау септігіндегі зат есімдер сөйлемде бастауыш қызметін атқарып тұр. Ал енді сең қозғалғанда қандай қауіп-қатер болады? Ондай жағдайда не істейсің дейді. Балалар, сең қозғалған уақытта өзен көлдің маңына жақындауға болмайды. Мұз үстіне шығу өте қауіпті, сондықтан балық аулауға, ойнауға тыйым салынады. Балаларды қараусыз қалдырмай, оларға қауіп туралы түсіндіру қажет. Егер су деңгейі көтеріліп, қауіп төнсе, адамдар мен малды қауіпсіз биік жерге көшіру керек. Қауіпті жағдай байқалса, құтқару қызметіне хабарлау қажет. Келесі 33 жаттығу: төмендегі сөздер бастауыш болатындай етіп әрқайсысымен сөйлем құрап жаз. Берілген сөздер: Қазақстан, тау, көшкін, өзен, сең. Қазақстан менің туған жерім. Тау басында қар бар. Көктемде күн жылынса, таудан көшкін жүру қаупі бар. Ауыл маңында үлкен өзен бар. Сең көктемде қозғалады. Осылай сөйлемдер құрастырсақ болады. Жазған сөйлемдеріңде бұл сөздер қай септікте тұр? Балалар, бұл сөздер атау септігінде тұр. Не деген сұраққа жауап береді. Келесі 34 жаттығу: дос, әке сөздері сөйлемде бастауыш болатындай екі сөйлем құрап жаз. Сызбаны пайдаланып, ойыңды дәлелдей білуге үйрен. Яғни дос, әке сөзіне сөйлем құрастырамыз. Дос өмірдегі сырлас адамың, әке баласын қорғайды. Дос сөзі атау септігіндегі сөз, өйткені ол кім сұрағына жауап беріп тұр, сөйлемде бастауыш болып тұр. Әке сөзі атау септігіндегі сөз, өйткені ол кім сұрағына жауап беріп тұр, сөйлемде бастауыш болып тұр. Осылай сөзімізді дәлелдесек болады. Келесі 35 жаттығу: шығармашылық үзіліс. Көбелектерді өз гүліне қондыр ойыны. Шарты: балалар, көбелектердің қанаттарында септіктердің сұрақтары жазылған, ал енді оларды тиісті гүлге орналастыруымыз қажет. Ол үшін біз 7 септіктің сұрақтарын білуіміз қажет. Кім не атау септігі, кімнің ненің ілік септігі, кімге неге барыс септігі, кімді нені табыс септігі, кімде неде жатыс септігі, кімнен неден шығыс септігі, кіммен немен көмектес септігі. Осылай тиісті гүлге көбелектерді орналастырамыз.
балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.